Ассалаумалейкум, қазақ елі. Кеше жағы Қазақстан президенті Тоқаев жағы 20 шақты адамды алып, ішіндегі бизнесмендерді, Қазақстанды ашық тонап атқандарды, мынау ішіндегі ұйғыр, өзбек, кореец жағы, еврей, орыстар Қазақстанды тонап атқандарды, ашық тонап атқандарды алып, сөйтіп Америкаға кетті. Америкада жағы ашин баяғыда 1 миллиард доллар тұратын жағы паровоздар дейміз, локомотивтер сатып алған аздай болған 4 миллиард долларға. Ол локомотив бізге жарамайды да. Сонда 3 миллиард доллар взятка болғаны ма? Енді ол аз болғанда, енді редкоземельный металдар бар қалғаны. Соны енді соған келісімге қол қойды. Өзбекстан президенті мысалы ол кісі ауыл шаруашылық жағы жоңгер дейтін техника сатып алды. Ол дұрыс, өте керек. А біздіңкі болса барын берді, туын қалдырмай, бір әкесінің байлығы сияқты. Одай бола ма? Халық аш жүр, жейтіні жоқ, тамақ жоқ. Жағы жұмысы қаңғырып жүрді, бұл болса қазақтың байлығы оңға солға тарап. Не бұл жүр? Байлығын бәрін берді. Мұнаяқтан жағы мақтап жағы Трампты. Адам ұялады, намысын келеді, жерге кіріп кетейін деп келді. Вы великий президент дейді, бір құлы сияқты бір аяғында, бір немнегі, бір падишахтарға бір жығылып аяғына қойды сондай. Вы великий президент, посланный небесами дейді. Небесами деген не? Оны Алла тағалан дейді. Сөйтіп, оны Трампты весь мир вас любит, уважает дейді. Вы великая Америка делаете. Оны Американың өзі халқы жеп қояйын деп тұр. Оған дәлел ол жақында Нью-Йорктың мөрі жас 34 жігіт, мұсылман жігіт жем шықты. Ол мысалы Трампқа қарсы шыққан демократ, Трампқа қарсы шыққан бомж шықсыншы, бомжқа дауыс беретін еді. Нақты десеңіз Трамп жағы әбден жағы қарсы олар, жек көріп не қылып кеткен. Енді бізде мына жерде осындай жағдай болады. Ешкім өйтіп не алмайды. Мысалы Турция, Азербайжан, Өзбекстан, ешкім мынау Абрамицкий соглашение дейді, Абрамицкий соглашение қол қойды. Ол жағы Израильменен. Израиль болса Палестина Газан жағы қырып жатыр. Абрамицкий соглашениеға қол қойып жатыр. Ол почти мынау олар жағы иблиске бағынады. Войско сатаны дейді ғой. Сонда бізді де кіргізіп жүрген бе, сол войско сатаныға? Тоқаев мырза. Ондай бола ма? Мынау халықты да ойламайсыз ба? Мынау жаңа бас прокурор, жаңағы мынау КМБ бастығы, полицияның бастығы МВД, жаңағы әскер, сіздер не қарап отырсыздар? Байлығың бәрі кетті ғой. Тоқтатпайсыздар ма? Сіздер, депутаттар. Бір сендердің әкең байлығы емес қой, мына халықты қарамайсыңдар ма? Үйсіз, күйсіз, тамақтың бағасы анандай халық жағы көбісі қолдан келгендер жағы Кореяда, жағы Англияда, жағы басқа жерде СНГ мемлекет, Беларусьқа жен жүр қаңғырып, ақша табамай, күн көрісіне қыламай. А сіздер болса байлығын оңға солға. Жағы сіздер қазір мынау прокуратура, КМБ, полиция, жағы әскер мынау Қазақстанды тонап атқан мынау бизнесмен, киім соларды қорғап отырсыңдар ғой халықты. Халықты подавлять етіп, үйден шықсаң, артынан аңылсады, үйде кірсең не қылады? Круга жучки, соседтердің арқасы стенкіден жучки. Жоқ болсаң, телевизорный экранына жучок тығасыңдар, компьютерный экран жучок тығасыңдар. Бұны наружный видеокамераны отключать етіп алып. Провокация өңкей, попытка өлтіруге, мені баламды, басқаларды қаншасы қырып. Сонда солар үшін жасап атсыңдар ғой сіздер, Мынау видео көріңіздер. Қатты кетсем ақ белемеңіздер халық. Мынау видео көріңіздер, өздерін тыңлаңыздар. Мен өзім ұялып жерге кіріп кеттім. Бағандай Қазақстан жер бетіндегі 9-шы жағы жер басынан жер бетіндегі көлінен жағы мемлекеттің президенті соншама жағы мақтап анын. Сонда қалай мысалы Эрдоганды қалай, Эрдоганды қайта Трамп подхалим жасаса, біздіңкі қандай болып жатыр? Ұят қой ол. Байлықтан бірінші орындамыз. Қалымыз мынандай болып жатыр. Сіздерде жігіт, еркек бар ма өзі? Мынау прокуратура, КНБ, полиция, әскерлерді тоқтатыңдаршы мұны. Тоқаев, сөйлесіңдер. Болмайды өйтіп. Мүмкін ол кісі түсінетін шығар.
движениеден кейін осындай кішіне айтқан екен. Мен қатты кеткен, кешіріңіздер, қатты жаңағы ашуланып өз-өзімді ұстап отырмын, қатты не қыламай. Мен пікіріме, көзқарасыма жаңағы өзімнің жаңағы күмәндіме өздерінің пікірлерін қалдырсаңыз. Мен білмеймін, бірақ мен өте ашуланып, әбден қаным қайнап отыр істеген тірліктеріне, намысым ұстап. Жақсы, рахмет. By Haven, you are the great leader, statesman, sent by Haven to bring common sense and traditions that we all share and value back into the United States policy, either domestic or foreign. Therefore, millions of people in so many countries are so grateful to you. And I'm convinced that your wise and bold policy needs to be strongly supported worldwide. Thank you. Under your presidency, America is ushering in a new golden age. I commend your far-sighted vision of making America great again. This inspires me to pursue target-oriented strategy towards building just and strong Kazakhstan. You are